Офсайд бола ма, жоқ па? Ал бізде төбелес болып кеткен секілді Сергей Кейлер. Изу Азукамен допқа таласуы. Қазір дау жанжалмен жалғасуда. Сергей Кейлер қайтар емес. Және Изу Азука қазір төреші екеуіне де кем дегенде сары қағаз көрсетуі тиіс. Тіпті алаңнан қуып жүрсе де таң қалмаймыз. Болмашы жерден төбелес шығарған жай бар. Ойын ережесін бұзған әлбетте тараздық футболшы болатын. Дегенмен Сергейдің де біз қызу қанды екенін байқап қалдық. Жанкерлерде айтақтап футболшылар бір-біріне айдап салуда. Екі ойыншыға да қызыл қағаз матчтағы алғашқы. Алғашқы қағаз қызылмен аяқталды. Ал міне Мақсат Әмірхановқа Денис Сибяшев ескерту жасады. Ойын қызық болып барады. Ойын енді қыза түспек. Сергей Кейлер мен Изу Азукасы жалғасады ойын. Айтыңыз. Құрметті футбол жанкүйерлері, Локомотив стадионында ойынға есеп өзгерді. Есеп 2-1 байқоңыр командасынан